Бүгін кәдімгі тефтелді басқаша дайындау жолын ұсынғым келіп тұр. Балалар да ересектер де жақсы көретін бұл тағам кешкі асқа таптырмас шешім. Ең бірінші таразыға нан мен сүтті өлшеп алып бөлек қоя тұрамыз. Чашаға петрушка мен чеснок салып ұсақтап аламыз. Лопатамен төмен қарай түсіріп, фарш қосамыз. Оған жұмыртқа және де дәмдеуіштер, тұз бен қара бұрыш қоссаңыз болады. Және де бағанағы нанды сығып қосамыз. Қақпағын жауып, барлығын жақсылап араластырамыз. 10 секунд. Дайын болған фаршты басқа ыдысқа ауыстырып аламыз. Осы уақытта соусты дайындай бастаймыз. Чашаға сарымсақ қосамыз, жуа, май қосып, қақпағын жауып, 5 секунд майдалап алып қуырамыз. Осы уақытта тефтелден форма жасаймыз. Ол үшін вароманы бірінші майлап аламыз да, фарштан біртіндеп алып, өстіп қолды да майлап алғаныңыз абзал болады. Осылай формаларды, шариктерді жасап, біртіндеп вароманың үстіңгі этажына қоямыз. Әрі қарай соусты жалғастырамыз. Ол үшін біз қызанақ қосамыз. Және де оған қалаған дәмдеуіштер, тұз, бұрыш, қызыл бұрыш қоссаңыз болады. Енді қақпағын жауып, оның үстіне варомаларды біртіндеп қоямыз. Бірінші этажына кез келген гарнирге көкөністер салсаңыз болады. Менде жас картофель бар екен, соны салдым. Барлығы дайын болды, енді тек пісіру қалды. 25 минут варома бірінші жылдамдықта қайнатамыз. Асымыз дайын болды. Буда піскен котлеттеріміз және де астында соусы, үстінде гарнирі бірден дайын болды. Барлық уақыт 45 минут, жалпы термомиксте қайнатуы 25 минут уақыт кетті. Ал достар, сіздерде тефтелді дайындау қанша уақыт алады? Және де бұдан кейін қандай видео рецепттермен бөліскенім дұрыс? Комментарийде жаза кетіңіз.